Көп жағдайда мектеп оқушылары жалпы студенттердің арасында да жиі кездеседі. Анықтамаларды жаттап алады, бірақ толық түсінбейді, яғни мағынасын түсінбейді. Мысалы, біз барлығымыз қазақша тілін жақсы білсек те, мына анықтаманы бірдеп асықпай оқиық. Мысалы, егер кез келген эпсилон үлкен 0 деген сөз оң эпсилон саны үшін дельта оң саны табылып, ол да үлкен 0. Мынандай өрнек теңсіздігін қанаттандыратын x аргументінің барлық мәндерінде мынау теңсіздігі орындалса, онда b саны fx функциясының x тең a нүктесіндегі шегі деп аталады. Мынаны жоғарғы сынып оқушыларының білмеймін енді өте көп бөлігі, басым бөлігі қайта оқыса да, асықпай оқыса да түсінбей жатады. Көп жағдайда практикада жиі кездеседі. Қалай түсіну керек осы анықтаманы? Немесе студенттердің арасында да көп жағдайда түсінбей жатады. Жай жаттап алады, бірақ мағынасын түсінбей жатады. Енді осыны неге түсінбейді? Мысалы, қазақ тілін біледі, бірақ мынаны түсінбейді. Неге түсінбейді? Түсінбеудің бір себебі ол көз алдымызда, немесе басымызда соны құрастырып білмеу, елестетіп білмеу. Біздің ойымызда, мысалы, біз бір нәрсе айтқан кезде, егер сіздерге бір керемет бір оқиға айтып беретін болса, орманның ішінде құстар сайрап жатыр, ауа райы тамаша деп солай суреттесе, сіздер бірден түсінесіз, айтқан бойда түсінесіз. Неге? Сіз сол айтылып жатқан затты бірден көз алдыңызға елестетіп жатсыз, басыңызда соны құрастырып жатсыз, Егер дәл осы оқиғаны сізге қытай тілінде айтып берсе, егер сіз қытай тілін білмейтін адам болсаңыз, қытай тілінде керемет эмоциямен, бір жақсы, білмеймін, бір әңгімелеп айтып берсе де, сіз түсінбейсіз. Неге? Өйткені басыңызда оны ойша құрастырып елестете алмадыңыз. Яғни мына анықтамаларды оқыған кезде де сондай бір эффект пайда болады. Баста егер біз құрастырып, мына текстті оқып жатқан кезде уже құрастырып үлгермесек, онда біз мына анықтаманы 100 рет, 1000 рет жай асықпай талдап оқысақ та түсінбейміз. Енді осының суреттемесін көрсетейік. Не ол эпсилон оң саны және дельта оң саны. Біз x және y осьтерінде жұмыс істейміз, егер кез келген эпсилон оң саны деген сөз өте кішкентай оң сандар. Мысалы, 0,10 мыңнан 1 болуы мүмкін, дельта оң саны бұл да бір кішкентай оң сан, бірақ мынау эпсилон ол егер y осінен таңдалған болса, дельта онда ол x осінен таңдалатын кішкентай бір сан. Айталық мынандай бір сан. Енді оларда бір теңсіздік бар. Мынау a және дельта ол сандар, естеріңізде болсын. Яғни, былай болса x минус a-ның орнына мен қандай да бір сан қоятын болсам, жалпы қазір a деп ала берейін, бірақ сан қоямыз біз a-ның орнына. A деген кәдімгі сан. Мысалы, a деген ол 2 саны болуы мүмкін. Кіші дельта бізде бір кішкентай сан, айталық 0,1 алайық уақытша. Ол дельта. Енді қараңыз. Модуль бір саннан кіші болса, айталық модуль b кіші b демейік, b бізде бар, модуль айталық n кіші 4. Бұны қалай түсіну болады? Бұны былай түсіну керек. Мына егер модуль n тең болады 4 десе, сіз қай сан модуль 4 кетсеңіз, сіз бірден білесіз. Плюс 4-тің және минус 4-тің модулін ашсақ, 4 шығады. Енді кіші деген сөз осы минус 4 пен 4-тің арасындағы сандар. Өйткені минус 4 пен 4-тің арасындағы сандардың барлығын қойып тексерсеңіз, жерлерге қойып тексерсеңіз, сіз нені табасыз? Мына теңсіздік дұрыс орындалатынын түсінесіз. Яғни бір модульдің қандай да бір оң саннан кіші болуы сол санның минусы мен плюсінің арасындағы сандарды қою деген сөз. Демек, біздің мына модуліміз 0,1-ден кіші болса, мен бұны қалай шешемін? Ол минус 0,1 мен плюс 0,1-дің арасындағы сандар мына модулдің ішінде тұрған өрнек x минус a. Енді мен мына теңсіздіктің барлық жағына да плюс a қосып жіберемін, сол жағына да, ортасына да, оң жағына да. Неге? Себебі мына минус a мен плюс a ортасында не істейді? Жойылады да, маған x-ті қалдырады. Мынарда плюс a минус 0,1, яғни a минус 0,1. Мынарда a плюс 0,1, 0,1 плюс a. Енді a онда менде нақты сан ғой. A деген менде 2-ні алдым ғой мен. 2 азайтылған 0,1, x және 2 қосылған 0,1. Яғни 2 азайту 0,1 мен 2 қосу 0,1-дің ортасындағы x-тер. Оны қалай түсінесіз? Мысалы, мен 2 деген санды алайын. 2. 2 азайту 0,1 сөз 2-ден 0,1-ге бір шегіну. Солға қарай. 2 қосу 0,1 сөз 2-ден 10-ға қарай 0,1 шегіну.
яғни осының арасындағы x-терді алсаңыз деген сөз. Осының арасынан кез келген x таңдалса деген сөз, иә? Яғни мына жазудың мәні a деген қандай да бір x өрісінің бойында a деген қандай да бір сан таңдалады. X өрісінің бойында қандай да бір a деген сан таңдалады. Ол бір болуы мүмкін, екі болуы мүмкін, бәрібір. Мен бір a деген мысалы сан таңдаймын. Содан минус дельтаға жаздаймын. Мына a минус дельта болады. Және дәл сондай қашықтық плюс дельтаға жаздаймын. A плюс дельта. Осының арасынан кез келген x таңдалса, мынада бар ғой міне. Теңсіздігін қанықтыратын x аргументінің барлық мәндеріне деген сөз. Яғни мына жердегі любой таңдалған x-қа мынада сандар шексіз көп. Мынадан кез келген x таңдалса деген сөз. Мына бастапқы бөлігі. Иә? Яғни біз мынаны қалай түсінеміз? Мынау қандай да бір не? Ол аралық. X-тің аралығы. Ол қандай аралық? Ол өте бір кішкентай аралық болуы мүмкін. Яғни дельта саны кішкентай болған сайын 0,01, 0,1 миллионнан бір дельтаны алсаңыз, ол өте бір кішкентай аралықтан таңдалған. Яғни әрбір x-тің аралығында сандар өте шексіз көп. Ол қаншалықты кішкентай болсын, үлкен болсын бәрібір. Сондықтан біз мына x-тің бойынан кез келген бір санды таңдаймыз, оның аралығын аламыз. Аралық деген сол санның сол жағы мен оң жағы. Яғни осы жердегі таңдалған кез келген x-тер үшін мынау теңсіздігі орындалса дейді. Мынау да дәл соның бірақ y-тегі жағдайы. Енді қараңызшы. Мынаның екінші мен график салатын болсам, сол жағына төменде бір y шығады, оң жағына жоғарыда бір y шығады, егер графиктің түрі мынандай болса, иә? Дәл ортасы. Мынау x таңдалған санның, дәл мына жерде таңдалғанның соған сәйкестендіретін мәні. Содан төмен қарай ол мынау b саны минус эпсилон, жоғары қарай b саны плюс эпсилон. Ал b саны деген сөз мына fx функциясының аң нүктесіндегі шегі. Яғни b ол функцияның болса, значит ол y-тікі. Y-тің мәні нардағы. Енді қараңызшы. Мен не істедім? Мен қандай да бір x-тен аралық алдым. Сол аралыққа сәйкес менде y-тен бір аралық шықты. Мынардан және мынардан. Иә? Сол аралыққа, мына зерттеп атқан аралыққа мынардан бір аралық шықты. Мына аралықтың жазылуы x минус a кіші дельта деген осы. Ал мына аралық ол дәл осындай y-тегі, ол fx минус b кіші эпсилон. Мұндағы мынау b, мына аралықтың дәл ортасы. Бұл a-ға сәйкес мән, a-ға сәйкес мән деп қарастырсаңыз болады. Яғни a-ға ұмтылдырғанда кездегі шегі негізінде ол. Бірақ сіз жақсы түсіну үшін осылай бір қарастырсаңыз болады. Енді қараңыз, оның сол жағы мынау a минус дельта, сол жақ шеті мынау оң жақ шеті a плюс дельта болса, онда мынаның төмені b минус эпсилон, жоғарысы b плюс эпсилон. Яғни егер сіз мына теңсіздікті ашып жіберсеңіз, сізде шығады b минус эпсилон мен b плюс эпсилон аралығында жататын fx деген сөз, мына x-тің таңдалған, x-тегі таңдалғанға y-тегі мәндері деген сөз, мына жердегі мәндері. Иә? Егер осындай бір шарт орындалатын болса, мынардан таңдалған любой x-қа, мына кішкентай аралықтан таңдалған любой x-қа мынардан бір y-тер шығатын болса дейді, иә? Теңсіздігі осындай орындалса, онда b саны мына fx функциясының несі? Шегі дейді. Шек деген сөз, яғни лимиті. Қай кездегі? X a нүктесіндегі. X a-ға ұмтылдырған кездегі шегі. Яғни мына шектің анықтамасы былай беріледі. Мынау бір аралығын алады, мынаның бір аралығын алады. Осындай аралықтағы бүткіл x-терге, мына жердегі бүткіл x-терге мына аралықтан біз нелер шығып атса, мынандай таңдалған x-терге мынадан y-тер шығып атса, демек мынау b онда мына осы функцияның a нүктеге ұмтылдырғандағы шегі. Яғни кестемен көрсететін болсақ, мысалы бізде x бар, y бар, иә? Айталық мына функция айталық y тең 2-ның x дәрежесі, иә? Біз x-ке 2-ның айналасындағы сандар бердік. 2-ның айналасындағы сандар мынандай дәлдікпен, иә? Мысалы, мынандай дәлдікпен берсек, мысалы, x-ке 2-ның айналасындағы сандарды қояйық, айталық 2-ден асатын оң жағындағы сандар. Мысалы, 2,100-ден 1 бар. Немесе дәл жақындататын болсақ, 2,100-ден 1 бар. Ал сол жағындағылар ол 2-ге жетпейтін 1,999 бар, немесе 1,9999 бар, иә? Осындай бір аралықтан 2-ның айналасындағы сандарды қойып атқан кезде, мына арада
мынаның айналасындағы сандар шығады, мына b-ның айналасындағы сандар шығады. Яғни мына 2,001-ді қойсаңыз, нарыға 2-ның 2,001 дәрежесін есептейсіз, иә? Ал есептейік. 2-ның бізде дәрежесінде 2,001. Бізде 4,002 шығады. 4,002 деген егертілмені шығады. 2-ның 0,01 немесесек, тағы да 4-дің ол 4-ке жақындай береді. 1,999 дәрежесін есептесек, 2-ның дәрежесінде 1,999 есептесек, ол 3,997. 3,997. Яғни бізде не істеп жатыр? Бізде мына аралықтан, 2-ның айналасынан таңдаған сандарға, мына 4-дің айналасынан шығып жатыр. 399, 4,002 деген ол 4-дің айналасындағы сандар. Осындай шарт орындалса, онда мына x-ті 2-ге ұмтылдырған кездегі шек мына 4 деп аталады. Яғни мына функцияның шегі 4 деп аталады. Лимиті мына функцияның fx-тікі, мына y fx деген сөз. Осылай түсіну керек бұл анықтаманы.